Dostlar, assalamu alaikum. Машина менен магазин келдим. Аңгара алач кайганда. Бага кир. Болду, кийим кылып чыгабыз. Достар, жай келди. Барстренд магазин келдик. Жайга кийим кылам деген болсоңор, келе бересиңер. Мына айланышын карагылачы жаныңдан. Азыр бага кийим салабыз. Анан. Всё, брат, спасибо. Нарукавник издегендер болсо 150 рубльдан. Болгону 150 рубльдан. Келесиңер. Мынаны түшүнсөңөр керек, а? Колго тактагасыңар. Күн өтпөйт да, кыскасы. Кол күйбөйт, мага окшопчу. Мына жерде кара свети бар, ак свети бар. Носки, бут кийим, баш кийим, ич кийим бардыгын ушул жерден тапсаңар болот. Мына футболкалар турат го. Мына үстүндө турган ак светинен бир эле үстү калыптыр сыртта. Мен өткөндө келип алып кеткен элем, биринчи келгенде. 1600дөн экен. Бардык футболкалар 1600дөн. Мына жерде тургандарга чоң-чоң размери калган, сонун скидка алып берет, кышкылары калган. Калыңыраак алам дегендер болсо дагы, пожалуйста. Шымдын да түрлөрү келген. Жука 2200 рубльдан. Мынаны көрсөткүн жигер. Мына карачы. Бул классика. Кийем дегендер болсо мынакей. Адресин айталы, Бутырский метродо. Бул жака Яндекстин офисине самозанятый өткөндө келип атпайсызбы? Ошол жерден парковка жактан эле кирсеңер, ушул жеринде торговый центр Зеленойдун ичинде Барспренд магазини. 10-10 чейин иштейт. Мына бут кийимдин түрлөрү турат. 2000ден баштап 6000 рубльга чейин. Кимге кандай жаккан болсо алып кийип кетсеңер болот. Носкилер бар, сумкалар бар экен. Дагы эмнелер калды? Мондойлар жемперлер, кепкаларды айталы 1600дөн. Аласыңар. Жараштуу жигер десең, боской кийип жүрө бересиңер. Ошол өз мүкаларым ушул жерде болот. Келсеңер силерге сонун кылып кызматты көрсөтүп берет. Кааласаңар, мага образ тандап бер десеңер, сонун кылып баштан бутка чейин силерге образ даярдап кийгизип берет. Силер күтөбүз, Барспрендке келе бергиле. Достор, бүгүн бир таксиге чыгайын дедим. Бош жүрбөй такси кылып турайлы эме. Мага камераны көргүлөчү. Не айдайсың дейт, камера айдайм дедим. Башка машиначы дейт, жок дедим. Камера айдап туралы. Эми бул комплектациясы мынандай эле экен. Күнүнө 3000ден дейт. Комплектациясы мындайрагы, простойрагы. Комплектациясы жакшысы 3100дөн экен. Аз жакшыраак албаптыр да, комплектациясы жакшысычы. Анан пока ушуну айдап тур, анан башка кылып беребиз дейт. Хорошо дедим. Эми чехол жок экен, өзүнүкү. Камера 70. 2020 болсо керек, адашпасам болчу. Комфорт плюска иштейт. Жан жүргөндөн көрө айдап туралы. Нарак берака, кеде такси кылып коюп. Жакшы чыгып калса алабыз да. Кимге ушундай машина керек болсо алсаңар болот. Мирус авто деп издесеңер, Горбунова улицада МКаттын боюнда Лотта деген таксопарк. Эконом, комфорт плюс машиналар бар. Менде да мурун тартып кеткен билесиңер. Шу мыналар бош эмес экен. Бар эми лицензиясы жок экен. Мына жерде турган бир 20 дай машина бар экен. Ошолор бош экен. Экономдар 1400дөн башталат экен, 1600га чейин. Комфорттар 2400дөн башталат экен. Камерлер 3000ден 3100дөн бар экен. Лоттадан машина алдым буюрса 3000ден экен болчу. Комфорт плюста иштеп көрөлү кандай болот экен, а? Кеттик. Спасибо вам большое. До свидания. Всё добро. Хорошего вечера. И вам тоже. Birinci zakaz. Qancha vaqt bo'ldi? 3 ay oldu. Birinci zakaz. Tak. 55 minutada 2397 rubl. 53 minutada. Нормально. Комфорт плюс. Кече ишке чыга албай калганбыз. Немелерим жок эле да. Зарядник жок клиенткечи. К плюс да. Bluetooth жок. Мо 2021 болгону менен Bluetooth жок деп койгула. Ана мондой модулятор алдым. Bluetooth сурап калсам, "Ма жетим" дейм да. Иш таштадык анда. Саат канча болду? Саат 7ден 8 өттү. Бүгүн 23 май экен. Күнгө жума, пятница. Ночко чыктык. Кыйратпайм го дейм. Көп болсо бир 6-7 заказ. Иш кандай болот экен, силер менен чогуу көрөбүз. Кеттик дальше. Алтынım yıldızım
Там левый поворот, а направо как раз на выезд. Очень удобно. Да, ничего. Здесь, да, вам? Да, здесь налево, а вам дальше направо, а дальше куда хотите, налево, направо, направление. Пожалуйста. Всего доброго вам, спасибо. Всего доброго. Хорошего вечера. Ушпағыла. Алып атқанда шу 4.75 әлі. Алып атпайым ба? 22 минутада. 1009-ға. Бұған мына қылауыздағы конфликтный пассажирді басып тұрып. Так, девказан қылауыз. Нискасенка. Жалып жатып қоз. Той қозды, келік чекті. Şu рейтинг аз болса сілерді басып қойыр келі. Қандай адам кен біз да біліп қалауыз. Неме дейді қа? Өткенде Өзбекстан барғанда мына сөз жаттап келгем. Хаммасыға күліп қойдым дейді. Бардығына күліп қойдым деген сөз да. Ташкентке барды келе машинаменен. Хаммасыға күліп қойдым дейді. Жақсы сөз екен. Мені орытып, жинің келіп, анда керегі жоқ, денсаулыққа зиян. Хаммасыға күліп қойыш керек. Азыр заказ жоқ, бош отырып, ойланып кеттім да. Регистрация жасатайын десем 1 айға 8.000 деді. 3 айға 10.000 дейді. Ана мен қанша жүрсін деле білбейм. Мүмкін 10 күн, мүмкін 15 күн же 1 ай білбейм дейм. Анан фальшивый жасатып алып қой, таксиге шығып алдым. Сұрасам мүтіп көрсетіп қойым, электронин жасап алдым. 500 сом берсең жасап береді екен. Баш хаттат азыр жасасам жасап ойлай қойсам, жалко ауды адамда 10.000. Реестр деген нәрсе не болды? Мен еш хабарым жоқ екен. Жасап қойсам реестрға түсіп қалмаймын екен. Баш хат отады. Не қылсам жасасам жасап ойлай. Ашықлақтан тыныш қалақ жасап алайын деп да ойландым. Анан көрі тоспайды қиын. Машина жүрсең көп болса путевой сұрайды, машинаның документі СТС сұрайды. Регистрацияны тексербейді деле ғой. Пешком жүрбегеннен кейін не қылсам екен, жасатамын ба, жасатпайлы қойсам ба? Ақшаның көзіне қарай жасатып қойайын ба? 1 айда реестрға түсіп қалсам керек. Іштекі болса керек, а? Баш хаттат. Не қылайын? Не қылатылыңар? Я знаю, что несчастье в бабках плавает, ведь нам и горизонты хватит вполне. Весь мир у твоих ног, но временно завтра все вернет назад. Мы просто дети белого гетто, а нас умор оставила за нас приоритеты. Моя душа болит без девок, бабок и таблеток, секс, власть, деньги, средства, таблет. Артта машина келіп қоптыр ғой. 1 саат 11 минутада остановкасы менен 1 соға келдік. 2495-ке. Болот, не қымбат заказ көрсете бересің дегеле. Шындай шығып атсам не қылайды. Жоқ, сен нормально, мысалы 1 саатқа 2400. Шекте такси қылбадым, такси менен жүріп қалдым да. Жарым саат жүрөсүн 230 сом, 200 сом, 250 сом болот экен. 1 саат жүрүп барасың пробкада. 550, 600, 650, потолок 700 болот экен. Мына жерде такси кылып жүргөнсүн, таксиде кеттасың, башкача болот да, арзан да. 1 саатта барсаң 600 сомго элестет келе.
KFC'ni жанып тұрады, заказ беріп айтады, комфорт жандырайын ба? Центр соның болып тұр да, комфорт жандырайын да пайдаланымды басып салайын. Музыканы өшірелі. Ауаниканы өшірез. 20 минутта. Арзан заказ. Арзаны 952 рубль. Қанша берді? 1048 рубль чай іштен қойдым. Центрге келіп қалдым. Центр қайнап атады бірақ ше. Қана, сұмыла. Әке. Кефте қарағылачы күйгеніне. Нормальный заказ берсе, зыңқ болады. Анан, арендалар қийлы арзандап тұр, а? Ем көй кетіп қалып тұр, Тұрағылауыз. Кеттіге Қырғызстанға кетейлі. Қаяқтағы закондарды шығарып, яман қиынап атышады қой. Күнден күнге закон шығарып, короче, іштей тұрған болбойды атта қысқасы. Барып визаменен болып қалауа. Бірақ болбойды қода келейші. Таможен союз біле, қайрашмелі. Сондай ғой. Қиынлы болды аты, мүмкін болса кетейлі. Заказ берсе жылайлы. Ей досым, айт неге амалың мындай, аламдың тырдығын сезіп жатабы. Же досым, жашода бір ғана сенин, арманың дүйнөнү кезіп жатабы. Ишіңде көңіл жор, үйіңде тыныштық, дүйнөнүн ызғары болып жатабы. Алда жетпегендей, ор күндөрдө ең жақын досторың жанып жатабы. Сығылба бұл жаның жүректе қоноқтыр, жашоңдо жакшылар, жамандар болот тур. Издесең табылар, ар бир ишке айла, тагдырыңа баш ийбей, сен барасың кайда. Акыркы заказ таштадым буюрса. Саат канча болду? Саат 2:30 болуптур. Болду. 27 минутада. Жигер. Канча? 1671. Яқ мен кете аламын мен. Артқа шығышым керек екен да. Так, иш бүтті бұйырса. Саат 2:30 болды. Почти 7-те шықтым ба? Почти 7-те шыққам соң бұл жағына 5 саат, 7:30 саат. Опша қанша иш болды, ана. Родной. 12-ге чейін 6:30 мың, 12-ге кейін 2:30 мың. 2600 кен. Так, 6600. 8600 деген. Saatına почти 1000'den айланып тұр да. Жаман емес. Иштесе болады. Комментарий сөз түрде жазып қойла. Шынтеп видео тартып тұрайын бі. Пока таксине. Шоны айтып қойла. Эми кішіне ұйқы келді. Үйге барып лучше ұйықтайлы. Рисковать еткеннен көречі. KFC'ni жантаттап артынан қуып алған да болбойт да. Лучше ес алыш керек. Кийинки жолун жолукканчанда. Ассаламу алейкум. Тынч бол, аман бол. Расходты айтпай калыптым да. Примерно эсептеп коер эле. Расход аренда 3000, чай пай бензиниң менен жете 2000 кеткен болсо 5000 кен да. 8600 болду, 3600 калып турду примерно айтканда. Ошондой экен.